Армысыздар. Бүгін мен үйдегі қалдық маталардан дорожка алаша тігемін. Қалдық маталар, мендегі қалдық маталар 15-15-ке келді. Ал сіздер өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша 20-да 20, 30-да 30 немесе пішіндерінде әртүрлі қылып алуға болады. Мен 15-те 15 төрт бұрышты қылып алдым. Екінші жағын көрсетейін. Төрт бұрышты 15-те 15 қылып алып, ортасын осындай үш бұрышты етіп кесіп, қазір осыны астын фетрдан алдым. Фетрға орналастырамыз әдемілеп. Сосын әрбір осы кесілген бойынша зигзагтап бір-бірлеп біріктіріп шығамыз. Ал сіздер өздеріңіздің фантазияларыңызға байланысты әртүрлі қылып орналастыра беруге болады. Осындай төрт түрлі қалдық маталарды қиып дайындап қойдым. Қазір осылардың орналастыруын көрсетем. Достар, мен осылай орналастырып жатырмын. Осылай. Сосын оның қасына кішкене ашатыны осылай орналастырам. Сосын екі жағынан да булавкамен қыстырам. Сосын мен тағы да әдемілік үшін үстіне бұлай қойып жатырмын. Бұлай қойдым. Ал сіздер енді өздеріңіздің фантазияларыңызға қарай әдемілеп түрлеп қоя беруге болады. Міне булавкамен қадап бәрін орналастырып шықтым. Енді осыны тігістері бойынша зигзагтап шығамыз.